Сәлем достар, біз бүгін әлем бойынша ең көп санкция алған елдерді анықтайтын боламыз. Жалпы санкцияларды қолданудың себептері неде? Халықаралық санкциялар бұл елдердің немесе аймақтық ұйымдардың басқа да мемлекеттерге, ұйымдарға қарсы ұлттық қауіпсіздік мүдделерін қорғау үшін салынады. Бейбітшілік пен қауіпсіздікке төнетін қауіптерден сақтайтын санкциялар. Халықаралық қауымдастық санкцияларды белгілі бір елдің немесе режимнің мінез-құлқын өзгерту үшін дипломатиясы мен саяси экономикасын бұғаттауға қолданылады. Бұл шешімдер мәңгілік емес. Негізінен бұл шешімдерді қауіп сейілген жағдайда және жаңа қауіптер туындамаған жағдайда алынып тасталынатын санкциялар. Әлем бойынша ең көп санкция алған елдердің тізімін біз бастаймыз. 7-ші орында Белоруссия. Санкция саны 108. ақш-тың Белоруссияға қарсы алғашқы санкциялары 2004 жылы енгізіліп, 2024 жылға дейін ұзартылды. Жалпы санкциялар тізіміне мыналар кіреді. Енді Беларусь үкіметіне қаржыландыруды, кредиттік кепілдендіруді, қарыз беруді және сақтандыруды, төлемдер беруге тыйым салынады. Президент Лукашенкомен қосқанда Беларусь Республикасының бірқатар азаматтарына тыйым салынған елдерге кіргізуге болмайды. Және де шетелдік активтері толығымен бұғаттауда. Белоруссияның бірқатар кәсіпорындарымен сауда қатынастарына тыйым салынды. Республикаға қатысты санкциялар Америка президенттерін жыл сайын ұзартып отыратыны белгілі болды. Европалық одақ Белоруссияның қаржы секторына қарсы жаңа шектеулерді мақұлдады. Санкциялар шаралар мыналарды қамтиды: Добробыт банк және Даму банк үшін қаржы коммуникацияларын мамандандырылған қызметтерін ұсынуға шектеу. Беларусь ұлттық банкімен операцияларға тыйым салу және сауда инвестицияларды қаржыландыру. Беларусь азаматтарынан немесе резиденттерінен 100 000 евродан астам депозиттерді қабылдауға тыйым салу. Белоруссияға Евроодақ пен ақш-тан басқа да елдер Канада, Ұлыбритания, Жапония, Швейцария, Багам аралдары, Оңтүстік Корея, Австралияда санкция енгізді. 6-шы орында Куба мемлекеті. Жалпы санкциялар саны 208. Бостандық аралының ақш пен экономикалық блокадасы 60 жылға созылды. Заңды түрде 1962 жылдан басталып, ал іс жүзінде 1959 жылдардан басталды. Жалпы Кубаға қатысты ақш-та жау мемлекетімен сауда туралы заң енгізілген. Сол заңға сәйкес американдық үкімет жыл сайын ұзартатын санкция бұл ел экономикасын бірталай қиындықтарға ұшыратты. Осы себептерге сәйкес көптеген Азия елдерімен экономикалық байланыс орнатудың арқасында ішкі және сыртқы проблемаларын шешу жолын тапқан тәрізді. 5-ші орында Венесуэла. Санкциялар саны 651. Ұзақ уақыт бойы санкциялар қысыммен өмір сүретін елдер тізімінде Венесуэланың Боливар республикасы ерекше орын алады. Әрине ол 20 жылдай уақыт шектеулерді бастан кешірді. Дегенмен Венесуэланы санкциялардан экономикалық тұрғыдан зардап шеккен елдердің қатарына қосуға болады. Ол кезінде әлемдегі ең ірі мұнай қоры бар Оңтүстік Америкадағы ең бай елдер еді. Ал қазір болсашы инфляциясы миллионнан жоғары мемлекетке айналды. 4-ші орында Солтүстік Корея. Жалпы санкциялар саны 2077. Солтүстік Кореяға қарсы ауқымды санкциялардың жүргізілуінің 3 себебі бар. Біріншісі, өз спутнигін заңсыз ұшырғаны үшін. Екіншісі, ядролық қаруды сынау және қолдану. Үшіншісі, ақш-тың туристі Отто Уорренбергті өлтірді деген айыппен. Жалпы осыдан кейін көптеген нәтижелі санкциялар қолданыла бастады. Қару жеткізуге немесе қаруды алуға тыйым салынды. Шет елдердегі шоттар мен мүліктердегі активтері бұғатталды. Және көршілес елдермен саудаға шектеулер қойылды. Халықаралық қаржылық көмек пен трансұлттық инвестицияларға тыйым салынды. Бірқатар тауарлар мен технологиялық экспорттауға да шектеу қойылды. Сондай-ақ әуе және чартерлік тасымалдардың кіруіне тыйым салынды. Сонымен қатар санкция салушы елдер Біріккен ұлттар ұйымы, ақш, Европалық одақ, Оңтүстік Корея, Мексика, Канада елдерде санкция енгізді.
Үшінші орында Сирия. Жалпы санкциялар саны 2608. Халықаралық қауымдастық бұл мемлекетті азамат соғысы және адам құқықтары мен бостандықтарына жаппай бұзғаны үшін айыптады. Ол үшін келесі санкциялар салынды. Шет елдегі шоттары мен материалдық активтері бұғатталды. Қару-жарақ жеткізуге тыйым салу. Бірқатар тұлғаларға тыйым салынған елдерге кіруге рұқсат бермеу. Сауда операцияларына шектеулер, мәмілелер жасауға, қызметтер тізімін көрсетуге және энергетикалық тауарларды импорттау мен экспорттауға да шектеу қойылды. Жалпы санкция салушы елдер қатарында Америка құрама штаттары, Біріккен ұлттар ұйымы, Канада, Евроодақ және Австралия елдері. Екінші орында Иран. Санкциялар саны 3616. Санкция салуының себептері терроризм мен заңсыз уранды байыту. Ал нәтижесінде Иранға қару-жарақты жеткізуге тыйым салыну, активтерін тоқтату, ядролық сектор мен уранды байытуға шектеу, технологияларды сондай-ақ тауарларды экспорттауға шектеулер қойылды. Ең көп санкция салған елдер ол Америка құрама штаты, сонымен қатар Жапония, Катар, Оңтүстік Корея, Канада елдері және Австралия мен Қытайда қосылды. Қазіргі уақытта Иран санкциялық жағдайда өмір сүріп келе жатқан елдердің бірі, және ол проблемаларды шешу жұмыстарын жүргізуде. Атап айтсақ, ішкі және сыртқы проблеманың шешу жолын тапты деуге болады. Мұнай және электр энергиясын экспортын, меншікті мұнай химия өнеркәсібін дамыту, таяу шығыстан тұрмыстық техника жеткізу, белсенді автомобиль жасау, тіпті автомобильді Италиядан қарағанда көбірек шығара бастады. Өз нарықтарын қайта бағдарлады. Және доллармен төлем жасамайтын елдермен ынтымақтасуға дайын елдерге сыртқы саудамен байланыс орнатты. Қазіргі Иран стратегиясы осылай. Бірінші орында Ресей мемлекеті. Санкциялардың саны 7116. 2023 жылдың 24 ақпанда ақш, Ұлыбритания, Жаңа Зеландия, Канада, Ресейге қарсы жаңа санкциялар енгізді. Жалпы Европалық одақтың санкциялары бір күннен кейін 2023 жылы 25 ақпанда енгізді. Европалық одақтың жаңа санкциялары Ресейге қарсы 10-шы пакет аясында 96 ұйымға шектеулер енгізді. Европалық одақта спутниктік радиоға хабар таратуға тіпті тыйым салынды. Сонымен қатар Ресейден экспорттауға тыйым салынған тауарлардың, соның ішіндегі битум мен каучуктың тізімін кеңейтті. Санкция салушы елдер қатарында Ұлыбритания Ресейдің 4 банкіне қарсы санкция енгізді. Олар МТС банк, Уралсиб банк, Санкт-Петербург банк және Зенит банк. Америка құрама штатының санкциялары. Қаржы министрлігі Ресейден, Европа мен Азия елдерінен Мәскеуге әскери қолдау көрсететін 200-ден астам компаниялар мен жеке тұлғаларға санкция салды. Олардың ішінде 12 ресейлік қаржы институттары бар. Канаданың Ресейге қарсы санкциялар тізімінде 129 жеке тұлға және 63 ұйымға қарсы санкция енгізді. Тізімге Светлана мен Илья Медведевтер, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, кәсіпкер Алексей Мардашов және оның отбасы. Сонымен қатар, жаңа санкциялар пакет аясында Ресейге электроника өндірісінде қолданылатын бірқатар химиялық заттарды экспорттауға тыйым салынды. Жаңа Зеландия санкцияларына. Жалпы Жаңа Зеландия Ресей Федерациясының 87 азаматына санкция енгізді. Олар әскери командирлер және олардың отбасы мүшелері де кірді. Бүгінгі таңда әлем бойынша 70-тен астам мемлекет санкциямен өмір сүріп жатыр екен. Біз бүгінгі видеода тек ең көп санкция алынған мемлекеттер жайында айтып өттік. Жалпы видео ұнаса, пікіріңізді қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз.